Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Мен өзімнің үй салу туралы блогымның бірінші сериясын өткенде сіздерге ұсынған болатынмын. Сол видеоның астына біраз пікірлер келіпті, яғни адамдар өздерінің комментарияларын қалдырған. Енді осы жерде біраз қызықты пікірлер бар екен, соларға өзімнің қысқаша жауабымды беріп кетейін. Осы пікірлердің ішінде бір адам маған "сіз қырғызсыз ба?" деп сұрақ қойыпты. Жоқ, мен қырғыз емеспін. Әкем де, шешем де қазақ, барлық ата-бабаларым қазақ, сондықтан мен 100% қазақпын. Және тағы біраз достарымыз неше түрлі пікірлер қалдырыпты. Әрине олар қалжың ретіндегі пікірлер болатын, оларға да өз жауабымды бердім. Және тағы басқа да адамдар өздерінің жақсы пікірлерін қалдырған екен. Яғни бастаған ісіңізге Алла берекесін берсін, табыс тіледік деген сияқты. Осындай жақсы пікір білдіріп қолдап жатқан адамдарға алғысымды білдіремін. Сонымен осы бөлімде біз жерді қалай дайындау, фундаменттің диагоналын қалай шығару, қалай өлшеу керек, сол туралы қысқаша нұсқаша айтатын боламыз. Сонымен кеттік. Сонымен біз бисмилля деп үйді салуға кірісіп кеткен болатынбыз. Бір Аллаға сыйындықта нар тәуекел деп үйді бастап кеттік. Қалтада 100 000 теңге бар, басқа ешқандай ақша жоқ. Не болса да енді бастай берейік, Алла қаласа өзі ақылдап жүре береді деген сеніммен үйді бастаған болатынбыз. Енді бізде жер бар, және арманымыздағы үйіміздің жобасын, сызбасын бәрін сызып алғанбыз. Енді келесі қадам осы үйдің сызбасын, яғни фундаментін жер учаскесіне дәл өлшеп салу болатын. Ол үшін мен не істедім? Астанадағы құрылыста істейтін инженер ағамды шақырттым. Ол өзінің лазерлік небелерін алып келіп, үйдің төрт бұрышын дәл сызбадағыдай төрт бұрыш қып лазермен атып өлшеп берді. Және осы үй жер учаскесінің заңдылығы бойынша ауланың алдынан 6 метр, жанынан 3 метр қашықтықта болу керек деген тәртіп бойынша біз осы лазер арқылы жаңағы жердің фундаментті алдынан 6 метр, жанынан 3 метр қалдырып, біз осы лазер арқылы орнатқан болатынбыз. Жерді өлшеп алдық, сонымен дайын болды. Жалпы үй салушыларға айтарым, осы фундаменттің диагоналын шығаратын кезде міндетті түрде қолмен емес, лазермен шығарсаңыздар 100% нақты болады. Солай біз жерді өлшеп алдық бірінші. Сонымен жерді лазерлік небелермен өлшеп алғаннан кейін жіп тартып, келесі күн осылай қазып шықтым. Күн ыстық болды. Ол кезде білесіздер, жаз қатты ыстық болды, жаңбыр болмады, жер өте қатты болды. Кейін жерге су құйып жібітіп, осылай 4 күн бойы қазып шықтым. Соңында туысқандарым келіп көмектесті. Содан кейін жерді қазып бітірдік. Сонымен ағайындар, үй салуда, яғни фундамент, ең бірінші сәтті фундамент. Әркім әртүрлі салады. Біреулер жаңағы утепленный шведская плита деген бар, бірыңғай құяды, арматурамен құяды. Менікі ленталық болады. Көріп тұрғандарыңыздай, міне фундаменттің орны қазылып тұр. Бұл ең арзан фундаменттің түрі. Өйткені мен бұған арасына мынандай бетонның сынықтар, яғни сыбайлар саламын. Өйткені бетонның 300 маркасы, 400 маркасының кубы 27-30 мың аралығында. Егер мен бірден құятын болсам, бұған 20 кубта кетіп қалады, 600-700 мың шығып кетеді. Ондай ақша менде жоқ. Сол себепті мен ең арзан жолмен жасамақшымын. Енді фундаментті бастайтын кезде міндетті түрде мынау ауладан алдығы жағынан 6 метр, аржақ жанынан 2 метр немесе 3 метр болу керек. Соны сақтауларыңыз керек. Және фундаменттің ең дұрыс болу үшін міндетті түрде мына төрт бұрышы диагоналын өте дұрыс шығарту керек. Бұны мен арнайы маман шақыртып, жаңағы ревелермен, лазерлік ревелермен атқыздым. Содан кейін барып, мынау жіппен белгілеп, осылай жіпті тарттық та, міне теп-тегіс қып. Сонымен
қаздық. Төмен қарай 20-25 сантиметр тереңдікте қаздық. Енді осыған жаңа фундаментімізді жасайтын боламыз, Алла қаласа. Мынау 78 квадрат метр ішкі тазасы. Сондай үй. Бұл шағын отбасына арналған, яғни қарап тұрсаңыздар, міне 3 жатын бөлмесі бар, кішкентай. Міне бір қараңыздар, міне мынау бір жатын бөлме, мынау бір жатын бөлме, анау тағы бір жатын бөлме. Мынау енді мына жерде дәретхана, жуынатын бөлме, кішкентай дәліз. Мынау тұрған ас үй мен ал үйдің қосындысы, яғни кішкене америкалық стиль. Бұлай жасап тұрған себебім, менде үлкен қып салуға қаражат жоқ, сондықтан осылай шағын қып жасамақшымын. Мынау қосымша міне қазылғандар, ол жаңағы құбыр жүйесі, яғни ас үй, содан кейін дәретхана, жуынатын бөлменің су осылай кәріз жүйесіне кетеді. Одан кейінгі міне ойық, ол сырттан құдық қазылады да, содан шланг арқылы су кіреді. Алдыңғы видеоларымда айтқандай, бұл жерде ешқандай орталық жаңағы су, ауыз су, электр жүйесі деген мүлдем жоқ. Сондықтан енді біз автономды түрде өзіміздің жаңағы кәріз жүйесін, яғни септикті осында қазып, мына маңайда жаман суды сонда жібереміз. Және осы тұстан құдық қазамыз, сол арқылы осында суды кіргіземіз. Яғни вакуумдық насос немесе тереңге салынатын насос арқылы біз суды автономды түрде енгізетін боламыз. Және жылу жүйесі бізде көмірмен жылайды, өйткені бұл жерде газ деген жоқ. Электр қымбат, одан қалды кішкентай боран болса, жаңбыр жауса, бізде электр бірден үзіліп кетеді. Осыдан мысалы 2 күн бұрын қатты дауыл болды, жаңбыр жауды, соның кесірінен біз 2-3 күн үйде тоқсыз отырдық. Енді мына жерді қарасаңыздар, міне газдың құбырын әкеп қойған. Бірақ Алла біледі, бұл қашан іске асатынын бір Алла біледі. Сондықтан біз оған қарамай, бұл жерге біз пеш қоймақшымыз. Келешекте газ келгенде оны алып тастаймыз. Міне қараңыздар, мынау 78 квадрат метр болатын фундаменттің орны. Алдынан көрсетейін. Міне бір жататын бөлме, 2 жатын бөлме, 3, мына жер холл. Мынау енді ас үй мен залдың қосындысы, яғни студия болады. Енді келесі видеоларда осы сыбайларды қалай жинап, қалай неткеніміз туралы көрсететін боламыз. Видеомызға қолдау басып, лайк баса кетіңіздер ағайын.